көрші ауылда да бір 6 шақырым жерде ме бір жігіттер ішіп мас болып келе жатқан ғой. Жаңа каналдан өтетін көпір бар. Сол каналдың жақтауын ұрылған ғой, қатты келіп. Автомобиль жаңа апатқа ұшырап қайтыс болды. Арақты қойыңдар сатқан деп, екі ауыл келісіп тыйым салдық қой. Жамбыл облысы Шу ауданы, Балуаншолақ ауылы, ауданның орталығынан 25-30 шақырымдай жер, ал енді облыстың орталығы Тараздан сол 300 шақырымдай жерде орналасқан ғой. Ардагерлер кеңесінің негізгі мақсаты, мынау қазақтан ертеректен келе жатқан сөзі бар ғой. Ханның 40 кісілік ақылы бар деп. Себебі ханның уәзірлері болған. Ал енді біздің де мақсатымыз ауылдағы әкімге көмекші, кеңес беруші ретінде құрылған дүние ғой. 23 күні Астана қаласында президенттің қолынан алғыс хат алдым. 2022 жылдан бастап ешқандай қылмыс тіркелмеген деп. Бұл енді ауылда қылмыс жоқ болғаннан кейін бізде ең күрделі мәселе осыдан 2 жыл бұрын осы ауылымыздың бір тұрғынның үйі өртеніп, үйі тұруға жарамсыз болып қалды. Түгел соны қаржы жинап ауыл болып, бір айдың төңірегінде үйіне кіргіздік. Бірлік, тірлік, ынтымақ болмаса ондай дәрежеге жете алмаймыз. Енді биылғы жыл президентіміздің бастамасымен заңмен тәртіп жылы деп айтылып жатыр ғой енді. Бірақ бұл қайдан басталады? Әркімнің өзінен басталу керек. Сөзбен айтқан бір құлағынан құйсаң, бір құлағынан ағып кетеді. Ал енді ісіңмен, өзіңнен бастасаң, жаныңдағы адамдар сенен үлгі алса, олардан кейін өсіп келе жатқан балалар одан үйренеді. Жаңа мысалға келдірдім ғой, бала келді де велосипедті қоя салып та жүгіріп келіп қос қолдап сәлем берді. Тәрбие деген осы ғой. Сөздің тоқетері тәрбие болған жерде тәртіп болады, тәртіп болған жерде заң өз орнымен орындалады.